Мамамның бәлішінесі мұрын жарып барады. Қашан дайын болады екен? Өзі әп-әдемі, күн сияқты. Мамам 2 тілім алсаң болады деді. Былай. Тима, сен дұрыс түсінбеген сияқтысың. Бәлішті күтіп отырсыңдар ма? Иә! Мам, бәлішті қалай кесесің? Қазір көрсетем. Алдымен бәлішті бұлай 2-ге бөлеміз. 1, 2. Жартысы. Әне айттым ғой. Бәліштің бәрін аласың ба? Сонда біз не жейміз? Білем. Ортасынан тағы бір рет кесу керек. Дұрыс айтасың, балам. Бір, 2, 3, 4. 4 бөлікке. Біз де 4-теміз. Міне мынау менің 2 тілімім. Сонда жалғыз өзің жартысын жейсің бе? Олай бөлсек, бәрімізге жетпейді. Әр тілімді тағы 2-ге бөлсекші? Дұрыс, солай істейік. Бір, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бөлікке. Аз болсын. Алақай! Қандай тамаша! Енді бізде бұрынғыдан да көп бәліш бар. Әлі түсінбепсің. Не болды, Тима? Папам жексенбі күні атам мен әжем келеді деді. Бірақ мен оның қашан екенін түсінбедім. Кел, мен саған көмектесем. Апта уақыт өлшем бірлігі. Аптаның 7 күні бар. Апта күндерін санап шығайық. Міне, біз осы аптада не істейміз? Дүйсенбіде доп ойнадық бала боп. Сейсенбіде сурет салдық дара боп. Сәрсенбіде суға түссек бәріміз. Бейсенбіде тауға шықтық әрі біз. Жұма күні алма тердік жабылып. Сенбі күні тәтті алып жиналып. Жексенбіде бас қосық біз сағынып. Бүгін қандай күн? Бүгін сейсенбі. Мен жексенбіні қатты күтудемін. 1, 2, 4, 6, жоқ. 1, 4. Сәрсенбі. Сонда жексенбіге дейін әлі 4 күн бар ма? 5 күн. Апта енді басталды ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Алақай, бірсігін екен ғой. Әже, ата, енді мен апта күндерін толық білем. Бәрекелді балам, онда бәрін ретімен айтып берші. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, Бейсенбі. бейсенбі, дұрыс. Жұма, сенбі және бүгін жексенбі. Ақылдым сол. 4 жей ғой. Сұлу, көйлегің өзіне күшті жарасады екен. Қызым құлпырып кетіпті ғой.
Не болды, Сұлу? Мен жай сасып қалдым. Не айтарымды білмей қалдым. Сол үшін кетіп қалдың ба? Ештеңе етпейді. Қазір үйретем. Сыпайылық домино сияқты. Дұрыс жауапты таңдай білу керек. Ондай жауаптар көп болуы мүмкін. Тек таңдау жасасаң болды. Бірақ дұрыс жауапты қалай таңдарымды білмеймін. Міне, қара. Жай ғана рахмет десең болады. Соның өзі жақсы жауап. Тағы не қосса болады? Немесе жылы сөздеріне рахмет десең де болады. Жылы сөздеріне рахмет. Немесе тағы бір домино қосса болады. Байқағандарыңызға ризамын. Мен де жауап ретінде лебізімді білдіргім келсе ше? Сенің де шашың әдемі боп тұр. Немесе әшекең әдемі екен дегендей қошеметпен жауап беруге де болады. Рахмет, сен де бүгін ерекше әдемі боп тұрсың. Рахмет, алмаған сенің сырғаның ұнап тұр. Сондай әдемі екен. Сұлу, енді мұндай жағдайда қалай жауап беру керектігін білесің бе? Я, есіме сақтап алған сияқтымын. Папа, бүгін Сұлу сондай әдемі боп тұр. Айсұлу қызым, көйлегің өзіңе құйып қойғандай екен. Рахмет, сенің де. Ой, Бұл жағын әлі де пысықтау керек екен. Мен жеңдім. Сұлу, көйлегің неткен әдемі. Лала, маған бантик жасап берші. Жасап берейін, Тима. Тағы бір бантик жасап берші. Бантиктерді қайтесің? Мамам келгенде үйіміз әдемі болсын деп безендіріп жатырмын. Жарайды, ала қой. Тима, ештеңе ұмытпадың ба? Бантигімді. Жақсы сөз айту керек. Сен ол сөзді білесің. Өтінем, берші. Р әрпіне басылатын сөз. Ырылдап тұрсың ба? Ра, рақ, рақат, жоға. Түсінбей тұрмын. Рахмет, Тима. Саған біреу бірдеңе жасап берсе, міндетті түрде алғыс айтып, рахмет айту керек. Тағы бір рет көрейік. Енді есіме түсті. Рахмет, Лала. Бантиктерді бірге илейікші? Жарайды, ілейік. Үйіміз әдемі болып кетіпті. Бантиктер неткен сүйкімді. Лала маған көмектесті. Ақылдыларым менің. Мама, ештеңе ұмытпадың ба? Рахмет, балалар. Иә, әрине. Жақсы. Кешір. Жоқ, сізге емес. Айта беріңіз. Ой. Кешір. Кешір.
кешір. Жаным, не үшін кешірім сұрап тұрсың? Білмейм. Бәріне кедергі келтіріп жүрген деймін. Лалаға, Тимаға, папама, енді саған да. О не дегенің? Әрине кедергі келтірмейсің. Ыңғайсызданған сайын кешірім сұраудың қажеті жоқ. Қане, себебін анықтап алайық. Бірақ жарайды, ақша жібере берсеңіз болады. Кешір. Не үшін кешірім сұрадың? Еш жазығың жоқ қой. Лала мені өткізіп жіберу үшін. Енді түсінікті болды. Лала, өтіп кетейінші? Ой, әрине, өте бер. Жоқ, сізге емес, айта беріңіз. Ары қарай кеттік. Тимаға не деп айтам? Өтіп кеткің келетінін айт. Тима, өтіп кетейін, я? Әрине, өте бер. Пойыз ойнаймыз ба? Жарайды, қазір кітаптарымды апарып тастайын. Көрдің бе? Түк қиындығы жоқ. Я, оп-оңай. Ой, кешірші. Бұл жолы кешірім сұрағаның орынды. Дұрыс, жарайсың. Ештеңе етпейді, тізей салам. Еңбегін жемісті болсын, папа. Міне, көрдің бе? Кешірім сұрай берудің қажеті жоқ. Кешірім сұраған дұрыс, бірақ себепсіз болмауы керек. Қателескен кезде ғана кешірім сұрау керек.